Тышқанның өсиеті. Ыбырай Алтынсарин. Тышқан өзінің баласына: адам деген күшті жау бар. Ол ағаштан қақпан жасап, үстіне май қояды. Егер соны жеймін деп қақпанға жақын барсаң, өлесің. Балам, қақпанға барма, депті. Арада көп күн өтіпті. Бір күні сол тышқанның баласы ойнап жүріп, майдың иісін сезеді. Майды анам айтқандай қақпанға қойған бе екен? Қалай қойған екен? Көрейінші, деп жақын бармай, алыстан қараса, анасының айтқаны бойынша қақпанның үстінде май тұр екен. Сосын тышқанның баласы: адам ақылсыз екен, ағаштан ғана қақпан істеп, үстіне май қойып, бізге қызық болады деп ойлапты. Бірақ біз осы майға ғана алданбаймыз, біз ақылдымыз, депті ішінен. Содан кейін ары-бері жүгіріп жүрді де былай деді: дегенмен, ай-хай, майдың иісінің жақсысын-ай, жемесем де жақын барып иіскеуге болады ғой, маған одан ештеңе болмайды, деп бірте-бірте жақындап, қалай қақпан тарс етіп өзінің ұсталып қалғанын білмей қалыпты.